Сәлем достар. Бүгін ұстаздар мерекесіне орай нөмір 2 жалпы орта мектебіне қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімі Рауан Мұратұлына қонаққа келдік. Кішігірім бізде сұхбат болады. Тамашалаңыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, жерлестер. Мен Қанимамбетов Рауан Мұратұлы 1998 жылы Зеренді ауданында дүниеге келдім. Осы Зеренді ауданының Малик Ғабдуллин атындағы мектебінің түлегімін. Мектеп бітірген соң Астана қаласы гуманитарлық колледжі қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша оқуға түстім. Осы оқуды тәмамдаған соң нөмір 2 Зеренді орта мектебіне қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша жұмысқа орналастым. Қазіргі таңда Шоқан Уәлиханов атындағы университетінің 3-ші курс студентімін. Сіздің баланың арманыңыз қандай болды және қандай маман иесін Мен осы бала кезінен бастап ұстаз жолын таңдадым. Өйткені ұстаз деген ол жүрегі мейірімділікке толы. Ұстаз деген бүкіл мамандықтың кірді. Ғалым да, шахтер да, бәрі осы ұстаздың алдынан өтеді. Ұстаз деген ол әрқашанда жоғары тұратын мамандықтың бірі болып есептеледі. Ұстаз ол әрқашан еңбекті, білімді талап етеді. Осы арманыма жету үшін осы жолды таңдадым. Сіздің өз тарапыңыздан ұстаздарға деген тілегіңіз болса? Мен осы ұстаздар қауымын келе жатқан мейраммен құттықтаймын. Жалпы ұстаздарға деген шығармашылық табыс, отбасыларына береке бірлік, денсаулық тілеймін. Әрине, ұстаздық жолы ол оңай жол емес. Осы ұстаздық жолында көптеген қиыншылықтар кездеседі, бірақ сол қиыншылықтарға мойымай, басыңызды еңсеңізді тік ұстап, әрқашанда табысты болып жүріңіз. Еңбектеріңіздің жемістерін көріңіздер деп қана сәттілік тілеймін.